Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қазіргі жағдайдағы білім берудің басымдылық рөлі. Яғни, сендер қалай түсінетіндеріңді білмеймін. Негізінде сендер енді осы студент болып басталғаннан бері осы сабақ бізде өтілуде. Себебі біз бұны мектепте өтпей, яғни студент кезде ғана өтеміз. Себебі біз сендер уже педагог ретінде өздеріңді сезінулерің керек, еркін болуларың керек, баламен бірдей жұмыс жасай білулерің де тура солай үйренулерің керек. Сендер жеке баланың логикасын, не ойлап тұрғанын, сондай қабілеттерін барлығын білулерің керек. Себебі сен уже ол баланың екінші анасы ретінде бүкіл жағдайын қарастыра білуің керек. Яғни бүгінгі өтетін педагогика, білім беру, парадигма, білім беру құндылық ретінде, яғни бұл жерде білім беру дегенде тоқталып кетсе, білім алудың тамыры ащы, бірақ жемісі тәтті деп бірінші Аристотель айтқандай, білім мен өнер сіздің болашағыңыздың жарқын болуына септігін тигізетін нақты бір қадам десем де болады. Білім, кез келген адам білімді болу үшін қанша кітап, қанша ізденсе де, газет, журналдарында ізденсе де, олар білімнің шегіне жете алмайды. Сен біле берген сайын саған ол арта түседі. Яғни, қазіргі кезде педагогикадағы міндеттеріне тоқталатын болсам, үздіксіз білім берудің бірыңғай жүйесін жасау. Яғни, үздіксіз білім берудің көптеген жағдайлары болады. Сендер өздеріңе қайсы ыңғайлы сол бағытта білім берсеңдер, яғни сендер сол сабақты алып шыға аласыңдар деген үміттемін. Және екіншісіне келетін болсам, халық ағарту жүйесінің оқу тәрбиесінің процесін. Оқу тәрбиесі дегеніміз, яғни біз оқу білім алумен қатар, біз өзіміздің тәрбиемізді де нақты, біз өзімізді педагог ретінде танығаннан кейін, білгеннен кейін, біз оқушының алдында, студенттердің алдында өзімізді жаман әдеттерден аулақ ұстауымыз керек. Яғни, қоғамдағы тәрбиенің рөлі мен жеке адамның қалыптасуы туралы теориялық мәселелерін айқындау педагогикалық міндеттерінің сипаты. Және де алғашқы педагогиканың ой пікірлері ертеңгі шығыс елдерінің Египет, Қытай, Вавилон философиялық жүйесінде дамыған болатын. Және де мына жерде суретте берілген біріншісі Лок, Коменский, Дидро. Яғни бұл кісілер педагогикаға үлкен пайдасын тигізген ғалымдардың бірі десем де болады. Келесіде білім беру. Бұл қоғам мүшелерінің адамгершілік және де мәдени дамудың жоғарғы деңгейін және кәсіби біліктілігін қамтамасыз етуде бағытталған тәрбие беру мен оқытудың үздіксіз процесі десем де болады. Яғни заман талабына сәйкес білім беру процесі үздіксіз сипатқа ие болып келеді. Қазіргі таңда себебі біз қазірде ақпараттық технологиялармен жедел байланыста алған білімдер ескеруде. Сондай-ақ біз алған білімімізді әрқашан жетілдіруіміз керек, жаңғыртуымыз қажетпіз. Және де Гершонский білім беру ұйымының 4 аспекті қарастыруға болатынын айтқан. Яғни, білім беру құндылықты ретінде, білім беру жүйесі ретінде, білім беру нәтиже ретінде, білім беру процесс ретінде берілген болатын. Осы 4 аспекті нақты біз түсінікпен қарайтын болсақ, сіздер уже білім берудің салаларын жақсы білгендей, бір қадам, нық қадам басқандай боласыздар. Яғни, білім беру құндылықтың сипатын өзінің 3 аспектке бөлген екен. Соған мән берсек, құндылық, мемлекеттік құндылық, құндылық, қоғамдық құндылық, құндылық, жеке тұлғалық құндылық болып бөлінген екен. Балалар бүгінгі сабағымызда қорытындылай келе, сіздерге барлығы түсінікті деген ойдамын. Игі жақсымыз Мұхаммед Қашқари айтқандай, білімдінің сөзімен бұзу оңай торды да, ақыл сөзін сіңірсең жоғалмайтын сол мұра дегендей, осы нақыл сөзбен мен өзімнің сабағымды тәмамдаймын. Сіздерге барлығы түсінді деген ниеттемін. Назарларыңызға рахмет.